Бүгін сіздерге сицилианская защита, яғни дебютті көрсетейін деп едім. Дебют дегеніміз негізі мынау тұрған ат және де піл осыларды қарсыластан қарағанда ертерек шығарып, жақсылап дамытып, қарсыласқа атака жасап кетудің бір түрі деп атасақ та болады. Дебют кезінде көбінесе біз мына тұрған төрт клетка, осы төрт клеткеге таласамыз. Бұны центр деп атайды, яғни орталық. Осы орталыққа таласуымыз керек. Мысалға, көбінесе E4 ходымен бастаймыз. Ол кезде бізге ответтен қандай ход келеді? E5 ходы. Қазір көбінесе популярны болып келе жатқан сицилианская защита. Әрине бір сабақтың ішінде біз сицилианская защитаны оқып бітуіміз мүмкін емес. Біз осының негізін көрсететін боламыз. С5 бізге жауап берді. Біз не істедік? Атты шығарды, яғни жеңіл фигурамыз дамыттық. Сосын олар D6 жүрді. Осы арқылы бізде сицилианская защита басталды.